Барлықтарыңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Парақшам пайдалы, парақшамнан түрлі рецепттер таба аласыздар. Бүгін бізде асқабақ қосылған самса. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Жылы суға тұзды қосып, тұз ерігенше араластырамыз. Ұнды қосып, қатты қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Демалдыруға бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды өте жұқа етіп жайсаңыздар, самсаларыңыздың формасы өте әдемі болып шығады. Менде қолдың сары майы, қолдың майы жоқ болса 82%, 82-де 5% маймен жасасаңыздар да өте дәмді шығады самсаларыңыз. Майды бір тегіс етіп жағамыз. Шеттеріне міндетті түрде жақсылап жағып аласыздар. Майдың тоңғанын күтесіздер. Бір тегіс етіп жағып болғаннан кейін сонда самсаларыңыз күтірлік әрі жұмсақ әдемі болып піседі. Қамырдың шетінен бастап қатты қысып ораймыз. Қамырды орап болғаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Сонда қамырдың формасы әдемі болып кесіледі. Осы орайда асқабақтарымызды, пиязымызды турап аламыз. Қазір күз уақытысында асқабақтар өте дәмді болып пісіп жатыр. Міндетті түрде самса немесе манты жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын болды. Қамырымызды алып 5-6 сантиметр көлемінде бірдей етіп кесіп аламыз. Қолдың көмегімен осылай бетінен басып шығамыз. Қолмен немесе оқтаумен қатты жұқа етпей, орташа көлемде жаясыздар. Сонда самсаларыңыз жұмсақ әрі күтірлік болады. Мен 3 бұрыш етіп түйдім. Сіздер өз қалауларыңызша түйе бересіздер. Ажырап кетпестей етіп қаттырақ басамыз. Салмасын мол етіп салдым. Противенге салып, самсаларымыздың бетіне жұмыртқа жағып шықтым. Өз қалауларыңызша бетіне кунжут сеуіп шықсаңыздар болады. Мен ақ пен қара кунжутты сеуіп шықтым. 180 градус немесе 200 градуста самса беті қызарғанша, яғни піскенше пісіріп аласыздар. Осымен самсамыз дайын болды. Ас болсын.